біздің өсуіміздің қуанып, бізге үміттер артып, біз арқылы армандарын былай айтқан кезде жоспарлап қараңызшы. Ата-ана сондай қылар екен. Бірақ та бір мәселе бар екен. Перзент үлкейіп, бойына қуат кіріп, дүние таба бастаған кезде, отбасы құрған кезде аспаннан түскен сөз бар екен. Ағымайдағы сөзін көтере алмайтын сондай бір адам бар екен. Мен бәрі деп айтқан жоқпын. Бірақ бәріміз осы елдің арасында өмір сүріп жүрміз. Сол үшін не деп жатыр? Ей, сен аспаннан түскендей болма, сені анаң сені не қылды? Құрсағында көтеріп, дүниеге алып келіп, сені мәпелеп өсірді. Әкең саған ішіп жем, киім, кешек, тұратын орын, баспана бәрі берді. Сені көшеге тастап қойған жоқ. Сол үшін сен де олардың қызметін жаса деп жатыр. Енді қараңыздар, аяттың жалғасын қараңыздар. Егер олардың біреуі немесе екеуі бірдей қолында қартайса, жасы кезде қараң, қартайып қарттық уақытқа шариғат не батыр? Зер салып жатыр. Көңіл бөлматыр қарттық кезге. Неге? Өйткені біз кішкентай кезде әкелеріміз, аналарымыз бақуат күшті болды. Ол бізге мұқтаж емес та. Бірақ қартайған кезде ше, біздің бойымызға қуат кірген кезде олар әлсіздікке кете бастайды екен да. Құранда келеді ғой адамның жаратылысын айтады, әлсіздік, күштілік, әлсіздік. Біз күшті болған кезде олар әлсіздікке қартайып кетеді. Қартайған кезде әркім жағдай әрқалай. Біреу сырқат болады, құрметті ағайын. Енді әркімнің жағдай әрқалай. Алла субханаху ва тағала баршамызға, ата-аналарымызға жақсы қартайып нәсіп етсін, құрметті ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарттықтың жамандығынан қорғанды дейді, құрметті ағайын. Сол үшін дені сау болып қартаю, отбасымен, бала-шағасымен, қараңызшы, абыройлы қартаю, құрметті ағайын. Ол бақытта, құрметті ағайын. Сол үшін қараң, біз күшейген уақыт әлсіздік деген ғой. Міне сол кезде айтып жатыр. Жас балалық болып қалады кейде, ренжігіш болып қалады, көңіл алғыш болып қалады кейде, көп сөйлейтін болып қалады, көп ақыл айтатын болып қалады, саған кейде көңіл толмайтын да жағдайлар болып қалады, құрметті ағайын. Міне сол кезде әлде айтып, сен қандай болу керек? Перзент қандай болу керек? Қараңыз, құрметті ағайын. Оларды қараңызшы, ауырсынып немесе жақтырмаған сынайы танытпа, тіпті өктеп айтпаған дейді. Сондай-ақ оларға зекіп ұрыспа, керісінше оларға жанға жағымды, жылы, әдемі, қараңызшы, оларды қуантатын сөздер айтады. Деген дәл жаңағыдай. Енді көресің ғой жаңағыдай, сырқаттанып жатқан болуы мүмкін, немесе жағдай әрқалай, құрметті ағайын. Соны ауырсынып, деп кейде адам бір шаршағандай, бір жақтырмағандай бір кейде бір көріністі бергісі келеді, соны айтпай деп жатыр. Ата-анаң сені көргенде қалай? Қуансың. Сені көргенде сені мақтансың, құрметті ағайындар. Ата-анаң сені көрген кезде, осы бала-шағаның көңіліне қарайыншы, осы келіннің көңіліне қарайыншы, ертең мен құрметтермен қалмайын, ертең көшеде қалып кетпейін, жұрттан ұят болып қалмасын деп біздің үйімізде ата-анамыз өзін жайсыз сезінуге болмайды дейді. Ата-ана қандай? Ата-ана еркін болу керек, шариғат бар. Ата-ана еркін болу керек. Бірақ өкінішке орай, құрметті ағайындар, өкінішке орай. Кей кезде біз айттым ғой, біздің қазақ халқында әдемі сөз бар. Ата-анаң шынында болса не дейді? Байжаппақ дейді. Өзбек халқында, тәжік халқында, мұсылман ұлттар осы біздің ортамызда. Баршасына ата-анаға деген құрметі бөлек. Бала-шағасымен, келіндермен қызмет жасайды. Қараңызшы. Үйленетін болса қалай? Үйленетін болса келін. Ата-ана, немесе енесі, атасы саған жібермегенше, сен шақырамайсың. Сен әйеліңмен бірге бір жақ қыдырамайсың. Кім? Саған үйдегі басында жауап бер. Кім ол? Ата-ена. Сондай рөлге ие ол кісілер. Бірақ та өкінішке орай. Кейде, мынау мен тәрбиені айтып берейін. Мынау біз арабтың тәрбиелері бар. Мен бір жамандармен тұрған жоқ. Өйткені олардың менталитеті бөлек, құрметті ағайын. Олардың дәстүрі бөлек. Олардың ұстанымы мүлдем бөлек. Құрметті ағайын. Бұл адам кейде сөйлеген кезде, уағыз айтқан кезде, адам өзінің мәдениеті бар, ұлттық құндылықтары бар, өзінің ұлттық тәрбиелері бар, құрметті ағайын. Соны қосып тұрып айтатын негізі. Өйткені қараңыздар, ұлт. Бұл Алла тағаланың қалауы, құрметті ағайын. Біреудің өзбек болуы, біреудің қазақ болуы, біреудің тәжік болуы, біреудің орыс болуы, біреудің араб болуы Алланың қалауы. Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде мархамат бізге былай деп айтады.
Ey adam balası deydi. Ey nas minna halaknakum min zakarin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qaba'il. Lita'arafu. Ey adamlar biz senlerden bir ayetten yarattık. Және сендер ұлыс қылдық, бір-бірлерін тануlarmış дейді қараңыздар. Бағана мен неге ұлттық құндылық айтып жатырмын? Неге дәстүр айтып жатырмын? Бірақ қазақ айтады, дәстүрдің озығы ба дейді. Қарау керек. Бірақ айтып беретін мәселе, қараңыздар, өсіп отырған ұлттың бәріне қарайтын болсақ, бәріміз ұстанымымыз не? Ислам. Сол үшін де бәріміз мешітке келіп намаз оқып, бір имамға үйіп, басымыз маңдайымыз сәждеге қыбла қарап қойып жатырмыз. Bir Allah'ın Rabbim der, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der, Peygamberim der, dinimde İslam der, kitabımız Kur'an deyip oturmuş. Bırak da bizde, biz karşı birbirimizge tanıtатын dersimizde oltuk konuşlarımız gerekiyor. Acaba konuşlarımız. Сол үшін әр ұлттың өзінің, осы айтып отырған сол бағанада айтқанда, өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің болмысымызды, өзіміздің тәрбиемізді біз де сыртпен ауыстырмауымыз керек. Өйткені ошақтың тәрбиесі керек. Ошақта келіндер мысалы үшін ата-енеге қызмет жасамайды мысалы. Неде бізде бір проблема болды. Қандай проблема болды ата-ана мәселесінде. Айтады, келін қараңыздар. Өте мұқият мән беру керек. Ол жай сөз сияқты қаралуы мүмкін, бірақ өте маңызды мәселе. Келін ата-ененің қызметін жасауға тиісті емес дейді. Қараңыздар мәселе, сен балаңның өсіп-өсін, оны байқаған кезде еліктіресің, оны өзінің теңін тауып, келін алып үйлендіресің. Енді қызын көретін кезде, әке, ана, ренжімен шариғат рұқсат берген жоқ. Мен саған қызмет жасамаймын. Мен тек қана өзім өмір сүремін деп тастап қойып қандай болып қаласың? Әсіресе қартайған кезде білеміздер, негізгі жұмыс сырттағы ер азаматтікі. Үйдің ішінде жұмыс кімдікі? Білеміз, әйел кісі, солай емес пе? Ал енді тұрса, мен қызмет жасамаймын десе қалай боламыз? Сіз ішкен жұмыс, қарап, үйдің сыртқы жұмысы мен ішкі жұмыс бірге алып жүріңіз ба? Бір уақытта екісінде бола алмайсыз, бола алмайсыз. Қазақ айтады, екі мен үш ұстаған не дейді? Суға келеді. Сол үшін де әйел мен ер азамат бір-біріне көрмекші да. Ішкі тірлік қандай? Әйелдің болса сыртқы тірлікіне ер азаматтық қылмайды. Әйел әңгіме таласып кетті. Жасамайды қызмет, шариғатта жоқ. Ол шариғатта емес, олардың менталитеті жоқ. Олардың менталитеті жоқ, олар да қызметкерлер ғой. Солар жасайды. Олар да жоқ. Біраз әңгіме болды, әңгімеден кейін енді олар бірге оқып жүрген студенттер болды. Солардың әйелдер айтқан. Ал енді бұл Қазақстанға келмей ме? Сұрамайды ма? Сұрайды. Кімге жақпайды? Мысалы үшін келінге келіп, саған ата-ененің қызмет жасау міндет емес. Шариғат міндеттемеген десе, ол дәл сол уақытта оны жас қабылдайды. Бірақ ертең қартаятын ойланады да өзі. Маңызды мәселе демек, күйеуіммен қыдырамын, жүремін, айтқан кезде комфорт өмірде ойлайды да. Бірақ сен де қартаясың ғой. Сен де бала өсірмейсің. Сен де ертең келін түсіресің. Сен де балаға, келінге, қызметіне мұқтаж болған кезде ол қарамай кетсе қалай боласың? Қараңыздар, бірақ ол жақтан менталитет керек. Сөйтіп Алланың қалауымен Әл-Харам мешітінде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітінде сұрақ қойды. Сулейман ибн-Хариб деген кісі сұрақ қойды. Сонда сұрағында былай қойды, келін ата-ененің қызмет жасай ма деді құрметті ағайындар. Сонда ол солай жауап берді. Қараңыздар, неге мен әдет-ғұрып айтып жатырмын? Шариғат деген нәрсе өте кең да. Шариғатты кім қысқартқысы келеді, қателеседі. Шариғатты кім өзіне бәрі елін алғысы келеді, ол да көтеріп қойды. Шариғат Алла Тағала Құран Кәрімде айтады. Шариғаттың қағидасын Алла сіздерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды дейді. Өзіңе сен көтере алу деп міндеттеме. Сырқатсың ба, аузың аш. Алла амандық берсе, жазылғанын ұстап бересің. Жазылмайтын ауырма, онда да кекесін көресің. Жеңілдік шариғатта бар. Ана жерде ұстазға сұрақ қойды ғой. Сұрақ қойған кезде ұстаз былай жауап берді. Бұл әдет ғұрыпқа қайтады деді. Шариғатта әл-әді мұхаккама деген бар. Ол дегенде әдет ғұрып төреші деген мәселе. Шариғатта үнделмеген нәрселерді әдет ғұрып міндет дейді, жоққа шығады. Бұл мәдәйін әрбір төрт басқа қылды. Сонда сұрақ қойды, жауап берді, әдет ғұрыпқа қайтады деді. Қай елдің әдетінде, ұстанымында, қараңыздаршы, келін ата енесінің қызмет жасамайтын болса, онда проблема жоқ.